7, 8, 9, 10 иілеміз. Ал енді шатқа отырамыз. Аделина, не істеп жатырсың? Мен жаттығу жасап жатырмын. Рафаэль, ал сен жаттығуға бармайсың ба? Барамын. Өзімнің киімдерімді іздеп жүрмін. Кім білсін, мүмкін сенің бөлмеңде шығар деп ойлағам. Әрине, оның аяқтары пайда болды да, қане, Аделинаның бөлмесіне барып отырайыншы деген шығар. Жарайды, қойшы болды. Қара, ал сенің бөлмеңде менің доптарым не істеп жатыр? Ой, мен оны тек аяқтарымды жаттықтыру үшін алғам. Сол үшін аяқтарымды жаттықтыруға алғам. Сұрап алуға болмады ма? Сен үйде болмадың. Сенің рұқсатыңсыз алғаныма кешір. Жарайды, ештеңе етпейді. Бірақ келесіде маған айтып ескертуді ұмытпа. Жарайды. Рафаэль, сен үлкен тенниспен айналысасың. Ал оның қалай пайда болғанын білесің бе? Әрине. Jeu de Paume деп аталатын француз ойыны болған. Оны 11 ғасырда жабық алаңда алақанмен ойнайтын болған. Содан кейін алақанды қолғапқа, одан кейін арнайы ракеткаларға ауыстырған. Мәссаған, ол ойынды кім ойнаған? 16 ғасырда теннисті барлық француз корольдері ойнаған. Карл 9 теннисті ең игі, пайдалы және ақ сүйектер ханзадалар ойнайтын үлкен керемет ойын деп атаған. Ұлы мәртебелім, ал дала теннисі қашан пайда болған? 19 ғасырда майор Уолтер Уинкфилд өзінің қонақтарына арнап үйінің жанынан ойын ойлап тапқан. Одан кейін оны лаун теннис деп атаған. Оның аудармасы көгалдағы теннис деп аталады. Сенің теннисті жақсы көретініңе тағы да көзім жетті. Сен теннис туралы көп нәрсе біледі екенсің. Әрине, мен теннисті қатты жақсы көремін. Балалар, мына жердегі суреттерге назар аударыңыздаршы. Не көріп тұрмыз? Бірінші суретте не байқадыңыздар? Барлығымыз мұз айдынында коньки тепкенді жақсы көреміз. Яғни бұл бізде коньки. Яғни конькиді біз бір аяғымызбен де екі аяғымызбен де бірге қатар киеміз. Яғни бұл екеуі пармен немесе жұппен жүреді, бірге жүреді. Яғни бір аяғымызға коньки киіп, екіншісін кимей біз оны теп алмаймыз. Сондықтан бұл екеуі бірге жүреді. Яғни бірге жүретін заттарды бұларды жұп деп атайды. Яғни жұп деген сөздің өзі екіге тең деген сөз. Екі бірдей зат. Келесі суретте бізде не бейнеленген балалар, қараңыздаршы. Бұл жерде, яғни стол теннисінің ракеткасы. Бұлар екеу. Бұл ойынды екі адам ойнағандықтан бұлар жұппен жүреді ракеткалар. Енді осы ракеткаға қайсы сәйкес келеді? Бадминтонның добы сәйкес келе ме? Шайбы сәйкес келе ме? Дұрыс айтасыздар. Яғни теннисный столдың олардың өзінің кішкентай ғана добы бар, яғни шариктері. Яғни бұл екі ракеткаға сәйкес келеді теннисный столдың добы. Енді келесі бізде балалар осы жерге осыларға мысал келтірейік. Мысалға, мынау бізде коньки. Конькиге, яғни мұз айдынында келетін затты табайықшы. Яғни екі конькиге бізге сәйкес келе ме? Мынау бізде бадминтонның добы. Бұл сәйкес келмейді. Дұрыс айтасыздар. Ал келесі бадминтонның ракеткасы сәйкес келе ме? Бұл да келмейді. Ал мынау бізде шайбы. Шайбы дегеніміз ол мұз айдынында ойнайтын, яғни аяғына коньки киіп, қолына шайбының добымен ойнайтын ойынның түрі. Олай болса, конькиге шайбы сәйкес келеді екен. Олай болса, есептің шартын құрайық. Олай бізде жұп, яғни коньки бізде екеу болғандықтан аяққа киетін, яғни екіге бір шайбыны қосамыз. Сонда бізде қанша болады? Екі коньки қосылған бір шайбы тең болады қаншаға? Яғни екі затқа
бір затты қоссақ, барлығы үшеу болады. Үшке тең. Олай болса, екіге қосамыз бірді, тең үшке. Екі қосылғышқа қосамыз бір қосылғышты, қосындының мәні үшке тең болады. Өте жақсы. Келесі, енді барлық ракеткаларды қарастырайық. Бізде теннисный столдың екі ракеткасы бар, және бір бадминтонның ракеткасы бар. Сонда барлығы қанша болатын табайық. Бір бадминтонның ракеткасына бірге қосамыз екі теннисный столдың ракеткасын. Екіні тең қаншаға? Бірге екіні қоссақ, мәні үшке тең болады. Өте жақсы. Ал қосындының ережесімен бірге айтайықшы. Бірінші қосылғышқа қосамыз екі қосылғышты. Қосындының мәні үшке тең. Өте жақсы. Енді осы бізде қосылғыштардың орын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейтін білеміз. Яғни бұл қосудың ережесі. Қайталаймыз. Қосылғыштардың орнын, яғни екіге бірді қоссақ та, бірге екіні қоссақ та мәні үшке тең. Қосындының мәні өзгермейді. Енді осы амалдарға кері амалдарды іздеп көрейік. Бізде мысалы теннис ойнау үшін барлығы керек екі ракетка және оның добымен. Солай ғой. Сонда барлығы үшеу. Сонда үш заттан, олардан өзгеше бізде екі ракеткадан өзгешесі ол теннистің столдың добы өзгеше. Осыны алып тастайық. Аламыз бірді. Сонда үштен бірді азайтсақ, бізде қалады екі ракетка. Яғни екі ракетка бізде бірде. Екі. Олай болса, айырманың ережесімен. Үш азайғыштан азайтамыз бір азайтқышты. Айырманың мәні екіге тең. Екі бізде не қалады екен балалар? Екі бізде теннисный ракетка қалады. Енді керісінше осы жерде барлығы үш заттан алып тастақ екі бірдей ракетканы. Сонда үштен аламыз екіні. Яғни барлығы теннис ойнау үшін екі адам, барлығы үш зат керек. Ол екі адам қолына ракетка және бір теннисный доп керек. Сонда барлығы үшеу болды. Осы үштен екі ракетканы алып тастасақ, бізде бір ғана доп қалады. Бір. Сонда айырманың ережесі бойынша үш азайтқыштан азайтамыз екі азайтқышты, айырманың мәні бірге тең. Өте жақсы. Яғни біз бұл жерде балалар қосу мен азайтудың ережесін қолдана отырып, қосудың жаңа ережесін алдық. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Және қосу амалына кері азайту амалын білетін болдық. Балалар, келесі тапсырмаларды өз беттеріңізбен орындай алады деген сенімдемін. Рафаэль, кез келген спортшы математиканы білуі керек. Әрине, міндетті түрде. Мысалы, аптасына қанша жаттығу жасау керек екенін, уақытын және ойын кезіндегі есепті шатаспай есептеп отыру қажет. Міне қара, мен доптарды екі топқа бөлдім. Ал сен бұларды санмен қалай жасар едің? Мысалы, мына топты. Мысалы, міне екі теннис добы бар және бір баскетбол добы. Екі қосу бір тең болады үш. Жарайсың. Ал мына топты ше? Бұл жерде де дәл солай тұр, бірақ керісінше тұр екен. Демек, бір қосу екі тең болады үш. Сонымен қандай қорытынды шығардың? Сонымен екі қосу бір болсын, бір қосу екі болсын, сандар өзгермейді. Демек, сандардың орны ауысқанмен, оның мәні өзгермейді. Жарайсың, менің ағам сондай ақылды. Достар, сендер де осылай заттардың орнын ауыстырып, оларды қосып,
тексерсеңдер болады. Бізге кімнің қандай спорт түрімен айналысатынын жазыңдар. Сен қайда кеттің? Мен жаттығуға баруым керек. Кешке келіп теннис туралы тағы бір нәрселер айтамын. Сау бол.